Xayrlı gün оқушылар. Математикалық сауаттылық бойынша нұсқа талдаймыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса есебімізді бастаймыз. Балмұздақтың 70% су, 12% сары май, қалғаны қант. Енді есептің шартын жазайық. Яғни балмұздақтың 70% су деп жазайық. 12% сары май, қалғаны қант дейді. Енді қалғанын табу үшін 100%-тен азайтам, 70 пен 12-нің қосынсын. Сонда ол 18% қант болады екен. Қант. Енді бізге есептің ара жалғастырсақ, 3,5 килограмм балмұздақ дайындау үшін неше грамм қант кесек керек екенін табыңыз дейді. Енді мына жерде граммды біз килограммды граммға айналдыруымыз керек. Яғни 1 килограммда бізде 1000 грамм бар екенін білеміз, е? 1000 грамм. Олай болатын болса, 3,5 килограммды граммға айналдыру үшін 1000-ға көбейтем. Сонда ол 3500 граммға айналады екен. Енді осының ары қарай 3,5 килограмм балмұздақ дайындау үшін неше грамм қант кесек керек дейді. Ол үшін 3500-ді көбейтем. 18%, яғни 18%-ті есеп шығарғанда 100-ге бөліп қолданамыз ғой, яғни 18-ді 100-ге бөлсем, менде 0,118 болады. Сонда 3500-ді 0,118-ге көбейтсем, менде 630 грамм деген шығады екен. Жауабы сонда міне А жауабы. Келесі, велосипедші 12 км сағат жылдамдықпен 4 сағат жол жүрді дейді. Яғни велосипедші 12 км сағат жылдамдықпен 4 сағат жүреді дейді. Енді ол кездегі жүрген жолын табуға болады. Яғни 12-ні 4-ке көбейтсем, жүрген жол шығады 48 км жол жүрді. Енді егер ол жылдамдығын 2 есе кемітсе дейді. Егер жылдамдығын 2 есе кемітсе деген сөз, 12-ні 2-ге бөлем. 6 км сағат. Онда осы жолды қанша уақытта жүреді дейді. Осы жолды деген сөз, бана 48 км жолды қанша уақытта жүретінін табу үшін 48-ді 6-ға бөлем, 8 сағатта жүреді екен. Жауабы сонда міне С жауабы. Келесі, екі дос паркте көше айрығында кезікті де өзара перпендикуляр түзу жолмен ары қарай қозғалды. 20 минут өткеннен кейін олардың арақашықтығы қанша болатынын табыңыз. Көше айрығында деген сөз мына жерде кездесті. Содан кейін осы перпендикуляр түзу бойымен екі жаққа кетеді. Біреу былай қарай кетеді, біреу былай қарай кетті да. Енді осының екеуінің арақашықтығын тап дейді. Мына арақашықтықты табуымыз керек, мына жерден мына жерге дейін. Енді ол арақашықтықты табу үшін бізге мына ұзындық пен мына ұзындық керек. Бұл жер 3 км 4 км емес қой. Енді бұл жердің арақашықтығын табу үшін S-ті табамыз. S-ті табу үшін мына жерде 20 минутқа беріліп тұр ғой. 20 минутты бізде сағатқа айналдыруымыз керек. Бізде 1 сағатта 60 минут бар екенін білеміз, е? Олай болатын болса, 20 минутты сағатқа айналдыру үшін 20-ны 60-қа бөлеміз. Қысқарғанда бізде 3-тен 1 сағат шығады. 3-тен 1 сағат. Енді мына жердің мына бірінші жолаушының жүрген жолын табу үшін S1 деп қойын. 4-ті 3-тен 1-ге көбейтем. Яғни жылдамдықты уақытқа көбейтем. Сонда 3-тен 4 сағат километр. Келесі, екінші мына жолаушының жүрген жолын табу үшін 3-ті көбейтем 3-тен 1-ге. Яғни 1 километр. Енді мына жердің ұзындығы бар 3-тен 4, мынаның ұзындығы бар 1-ге тең. Мына жердің арақашықтығы, мына жер x десем, сол x-ті табу үшін Пифагор теоремасы бойынша табу болады. Яғни 3-тен 4-тің квадраты қосылған 1-дің квадраты. Сонда ол 4 тапсам, менде 9-дан 25 деген сан шығады. Одан 4 тапсам, 3-тен 5 деген сан шығады екен. Жауабы 3-тен 5. Міне, А жауабы 3-тен 5.
Келесі. Төмендегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан болса, сұрақ белгісінің орнында сәйкес келетін санды табыңыз. Белгілі бір заңдылық деген сөз, міне бұл жерде 24-ті 3-ке бөлсем 8 шығады. 96-ны 12-ке бөлсем 8 шығады. Олай болатын болса, сұрақ белгісінің орнында бізде 48 ғой. 48-ді 6-ға бөлсем 8 шығады. Сондықтан мына жерде бізде 48 деген сан тұрады екен. Жауабы В жауабы. Келесі. Мұғалім Әнелдің шығарған 100 есебінің әрбір дұрыс орындаған үшін 5 ұпай қосты, ал қате орындаған үшін 3 ұпай азайтты. Сонда Әнелдің жалпы ұпайы 124 болды. Әнел қанша есепті қате шығарғанын табыңыз дейді. Енді бұл есепте теңдеулер жүйесін құрып та шығаруға болады, немесе жауаппен тексеріп те шығаруға. Енді жауаппен тексеріп шығарайық. Бірінші мына 47-ні алайық. 47 деген бұл 47 бізде қате есептері. Қате есеп. Енді дұрыс есептерін табу үшін 100-ден 47-ні алып тастаймын. Сонда ол 53 бізде дұрыс шығарған есептері. Бедейді сосын әрбір қате шығарған үшін 3 ұпай шегеріледі дейді. Ол үшін қате есептерін 3-ке көбейтем. Қате есептерін 3-ке көбейтсем, бізде 141 деген сан шығады. Дұрыс есеп шығарған үшін 5 ұпай қосылады дейді. Яғни дұрыс есептерін 5-ке көбейтсем, менде 265 деген сан шығады. Енді дұрыс шығарған ұпайынан қате 3 ұпай шегеріледі, сондықтан 141-ді алып тастасам, менде 124 деген сан шықты. Жауабы міне. Сонда 47 деген жауап дұрыс екен. Осымен есебіміз аяқталды. Бұл есептердің жалғасын келесі видеода көретін боласыңдар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.